Қайырлы күн, менің есімім Анель. Мен өздеріңізбен корпоративтік КМФ демеу қоры мен мозг бизнес инкубатор ынтымақтастығының нәтижесінде ұйымдастырылған Фембос курсында кездескеніме қуаныштымын. Бүгінгі тренингті Pan American танымал әуе компаниясының ұраны бүгінгі күнмен өмір сүр, ертең қымбат болады деген сөзінен бастағым келеді. Бұл сөз тіркесі дәл бүгінгі сабақ тақырыбын айшықтайды. Және тақырыбымыз инфляция, талдап көрейік. Сіздерге сауал, инфляция туралы не білесіздер? Инфляция өнім бағасы қымбаттағанда өседі. Екіншіден, мемлекет жыл сайын белгілі көлемде ақша шығарады. Соңғы 2 жылдағы карантин кесірінен инфляция шарықтай түсті. Өйткені Америкада адамдарға ақша жетіспей, мемлекеті төлемдер жасады. Көп мөлшерде доллар басып шығарды. Соңғы жылы инфляция шарықтап кетті. Дима Жаразин тағы кім айтқысы келеді? Ақша құнсызданды. Міне инфляция дегенге түсінік бердіңдер. Алдымен тақырыпты талдамас бұрын ақшаның құны дегенді анықтап алайық. Ақшаның құны дегеніміз не? Қалай анықталады? Барлығы да тауардың бірегейлігіне байланысты. Неге алтын қымбат? Өйткені алтын әлемде аз. Яғни әрбір кесегі ақша купюрасына тең. Алтын ақша секілді көбей алмайды. Мемлекет ақша басып шығарып, бір алтын кесегіне 11 купюрадан айналады. Және бағасы да тиісінше өседі. Яғни ақша құны дегеніміз белгілі бір тауар мен қызметі ақшаға айырбастау. Яғни ақшаның құны сатып алушылық мүмкіндік немесе оның айырбасы. Мынандай жағдайды елестетейік. Мысалы, 5 жыл бұрын 1000 теңгеге 10 бөлке нан сатып алуға болатын. Қазір 1000 теңгеге 5 бөлке ғана нан аласыздар. Неге бұлай? Қалай ойлайсыздар? Екі нұсқа болуы мүмкін. Біріншісі инфляция, көп ақша басып шығарғандықтан құнсызданды. Екіншіден өндіріс, нан мөлшерін арттырды. Өнім көп болып құнсызданды. Дұрыс, теңге құнсызданып, нан бағасы қымбаттады. Маған әкем өзінің бала кезіндегі оқиғаны айтып берді. Ол 5 теңгеге кириешке, бәліш және су сатып ала алған екен. Өйткені сол кезде теңге құнды болған. Адамдар айына 200 немесе 1000 теңге жалақы алған. Ол кезде теңге құнды болған. Керемет, келтірген мысалыңа рахмет. Шын мәнінде әкеңнің бала кезінен бергі инфляция қазір қандай болып отырғанын байқап отырсыздар. Сонымен дүкенге келіп, бір зат сатып алудан басқа инфляция деңгейін қалай анықтаймыз? Қолымыздағы ақшамызға бұрын 10 қаптама шырын сатып алсақ, енді тек 7 қаптама ғана ала аламыз. Бағаның өскенін байқаймыз. Инфляция деңгейін қалай есептеуге болады? Ол тұтыну тауарлары бағасының индексінен есептеледі. Тұтыну тауарлары индексі тұтыну тауарлары себетінен алып саналынады. Мұндай себет әр елде өзгеше жинақталады. Бұл себетке орташа статистикалық азаматтың өмір сүруіне қажетті тауарлар мен қызмет түрлері кіреді. Шамамен 500 түрлі тауар мен қызмет түрі енгізілген. Бірінші кезекте азық-түлік өнімдері, ол тұрмыстық техника, киім, тұтыну тауарларының индексі осы жиынтық бағасы қаншалықты өзгергенін аңғартады. Егер қалай ойлайсыздар, инфляция деңгейін не үшін білу қажет? Елдегі тауар бағасын өскенін білу үшін. Егер баға өссе, жалақы да өседі. Олай болса, жақсы болар еді. Мұны білу керек екен, Максим. Айбын? Өз бюджетіңді инфляцияға лайықты құра білу үшін. Егер ақша жинағымыз келсе, ақшаң құнсызданып кетпеу үшін нарықтағы өзгерістерді бақылап отыру керек. Дұрыс айтасың, жинақтап жатқан қаржымыз құнсызданып кетпеу үшін және жинағымыздан белгілі сыйақы алып отыру үшін нарықтағы жағдайы бақылап отыруымыз қажет. Рахмет. Өзіміздің кірісімізді нақты білу үшін инфляция деңгейін бақылауымыз керек. Мысалы, Аслан, егер жыл басында сенде 10 000 теңге болды делік.
Елдегі инфляция көлемі 10% құрады. Бұл нені білдіреді? Баға 10%-ке көтерілгенін? Баға 10%-ке көтерілді, жақсы. Бізге инфляция деңгейін бақылау және кірісіміздің нақты мөлшерін білу үшін қажет. Ванесса, сен жинақтап жатқан ақшамыздың құнсызданбауын бақылауымыз керек дедің. Бұл жеке кірісті бағалай үшін керек. Біз жинақтарымызға төленетін сыйақы, кіріс, депозиттер сынды жайттарды бақылап отыруымыз керек. Депозиттер жайлы келесі сабағымызда толық айтамыз. Депозит бойынша ставкамыз инфляция деңгейіне тең немесе одан жоғары болғанда ғана кіріске кенелеміз. Сол себепті, мысалы, депозит бойынша пайыздық ставкамыз инфляциядан төмен болса, тиісінше ақша жоғалтамыз. Егер тең болса, ақшамыз сақталады. Егер инфляциядан депозиттік ставка жоғары болса, қосымша кіріске қол жеткіземіз. Сонымен, балалар, бүгінгі тақырып бойынша сауалдарыңыз бар ма? Анель, инфляция деңгейін кім бақылайды? Керемет сауал, Полина. Әрине, инфляция деңгейін бақылайтын мемлекеттік орган бар. Оны ұлттық банк бақылайды. Инфляция жайлы аздаған тарихи деректер келтірейік. Тарихта ең үлкен инфляция 2008 жылы Зимбабведе тіркелді. Онда бір бөлке нан 1,6 триллион Зимбабве долларын құрады. Бір бөлке нан сатып алу үшін дүкенге бір арба ақша сүйреп бару керек. Қалай ойлайсыздар? Осының плюсы бар ма? Онда олар триллионға дейін санап үйренген. Тағы бір тарихи дерек. 1950 жылы басып шығарылған доллар купюрасы қазіргі уақытта небір 12 цент тұрады. Тағы бір дерек. Венгрияда екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ең жылдам инфляция рекорды жасалды. Баға көрсеткіші әрбір 13,5 сағатта өсіп отырған. Олай болса, нан сағат 2-де 200, ал 26 сағаттан кейін 400 теңге тұрғаны ма? Басында ол 100, тағы 13 сағаттан кейін 200, ал 26 сағаттан кейін оның бағасы 400 болған. Олай болса, 2 күннен кейін нан бағасы 1600 болған ба? Дәл солай. Егер бүгін таңертең сатып алсаң, нанды 100 теңге, ал 2 күннен кейін 1600-ге аласың. Міне осындай қызықты деректер орын алған. Қалай ойлайсыздар, инфляция, дефляция дегеніміз не? Бұл антоним сөздер. Жарайсың, дефляция дегеніміз инфляцияға қарама қайшы жағдайы. Яғни, барлық керісінше арзандайды. Олай болса, ақша құны төмендейді, алайда баға төмендегені жақсы емес пе? Баға арзандап жалақы артады. Керемет, дефляция жақсы және біз үшін жаман болуы мүмкін. Жақсы дефляцияда тауар бағасы мен қызмет түрі арзандап, кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі артты. Ал жалақы төмендейді. Өнімдердің бағасы арзандап, кәсіпорындардың тиімділігі артады. Оның үстіне баға арзандағанымен кәсіпорындар жалақыны қысқартпайды, оларды жұмыстан шығармайды. Көп жағдайда жаман дефляция орын алады. Ол айналымдағы қаржы көлемінің азаюынан орын алады. Адамдар ақша жетіспеушілігі туындайды. Сол себепті өндірушілер қызмет пен тауарларына бағаны арзандатуға мәжбүр. Және бұл үрдіс экономикалық құлдыраудың алғашқы белгісі саналады. Мұндай жағдайлардан шошынудың қажеті жоқ. Инфляция мен дефляция қалыпты экономикалық бағыттар саналады. Қаржылық сауатты адам ретінде сіздер де елдегі экономикалық ахуалды бақылап отыра аласыздар. Және ол үрдіс сіздің жеке қаржылық мүмкіндігіңізге қалай әсер етеді, соны да біле аласыздар. Осымен қаржылық сауаттылық сабағымыз тәмам. Келесі сабақта жүздескенше.